Мұқағали Мақатаев «Қайран қарасазмай» өлеңі. 20 ғасырдың екінші жартысында поэзия әлеміне өзгеше қарқынмен һәм ерекше құбылыс болып келген ақындар шоғыры қазақтың классикалық әдебиетінің үлгісін көрсетті. Олар тың ізденістер арқылы үлкен шығармашылық қадамдарға барып, өзінше бір жеке мектептер қалыптастырды десек, артық айтқанымыз болмас. Қасиетті қара өлеңнің құдіретін ұғып, құнын білген сол буынның өкілдері қазақ поэзиясын биік бір деңгейге көтерді. Арпалыс пен сан бұралаң соқпақтарға толы әлемге атақты Мұхтар Әуезовтің ақ батасын алып беттеген сол бір қабырғалы ортаның ұлы өкілдерінің бірі Мұқағали Мақатаев. Тәңіртаудың мұзбалағы қазақтың әдеби тілінің шынайылығын жан сала қорғады. Өлең сөзін әртүрлі тіл безеуден, бүлінулерден құтқарды. Поэзияда тек қана іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын келістірудің жолдарын нұсқады. Қазақ поэзиясында өзіндік жарқын із қалдырған дарынды ақындардың бірі Мұқағали Мақатаев 1931 жылы ақпанның 9 күні Алматы облысының Райымбек ауданына қарасты Қарасаз ауылында дүниеге келген. Мұқағали Мақатаевтың соңында көптеген өлеңдері мен поэмалары, баллада, новелла, ішінара прозалық шығармалары қалды. Күнделіктер мен хаттары да автордың өмір жолындағы алуан сырларынан сыр шертеді. Қайран қарасазмай өлеңі ақынның туған жеріне арналған. Мұндағы лирикалық кейіпкер ақынның көз алдында бала кезден таныс ауыл-аймақ, өскен өлке көріністері, құстар сайрап мәз болған жазғы орман, көлшік суларда ұшып қонған қаз-үйрек көз алдында қаз қалпында тізіліп өтіп жатады. Әрі өзіндік сипатымен тартымды өрнек суреттерге айналады. Ақын туған жерінің суретін бейнелеуде, оны әсемдікпен жеткізуде ешкімге ұқсамайтын, ешбір ақынның өлең тармақтарында жолықпайтын, өзіндік өрнек таныта, өзгеше поэтикалық әлем аша жырлайды. Адам жаны жай тауып, рақатқа бөленетін табиғат аясында туып өскен, көк майсасының алап өтен жұпарын сезіп, төбе белдерінде еркін шапқан әрбір ақынның сол тақырыпқа қалам тартпауы мүмкін емес. Туған жерді, оның әдемі табиғатын жырлау, оның жүрек төріндегі орнын көрсету, қадірін түсіне білер ақынның перзенттік парызы. Қайран қарасазмай, тамаша еді жазғы орман, құстар сайрап мәз болған, көлшіктерде суларда үйрек ұшып қаз қонған, шыбын шіркей қағама, шоршып судан ақшабақ, тас тырна отыр жағада, сыңар аяқ, ақ қабақ. Ақынның бұл өлеңінен қарасазына деген ұлы сезімнің, жан баласы түсінгісіз сағыныш пен көңілдегі өксіктің айқын бейнесін байқай аламыз. Балауса кездегі адалдығынан айнымаған, аңқылдақ баланың жүрегінде сақталған тазалық, адам назарын аударатын және оның тіршілігімен етене байланысты табиғаттың тылсым құпия сыры көп екенін білеміз. Адамзат жаралғалы, тіпті одан да бұрын жаратылған заңғар биік таулар мен шалқыған айдынды көлдер, ширатылған ағынды сулар мен өзендер қай заманда да, қай уақытта да ақын қиялын тербеткен, жан сарайын нұрландырған. Өшпес елеске айналған, қайта оралмас жас дәуренді тербеткен, туған жер көріністерін еске алған лирикалық кейіпкердің «Қайран қарасазмай» деген сағыныш сөзінен нұрлы мұң сезіледі. Мұқағали Мақатаев «Дариға жүрек» поэмасы. Мұқағали Мақатаев соғыстың ауыр салмағын сезініп өскен ұрпақтың өкілі. Ұлы отан соғысы басталып, әкесі қан майданға аттанғанда, ол небәрі 10 жаста еді. Сондықтан да жетімдік пен жесірліктің тауқыметін тартқан туған халқының зарын бала Мұқағали жан дүниесімен түс-түйсініп өсті. Ақын 1972 жылы жазылған «Дариға жүрек» поэмасына дәл сол кезеңдегі ел өмірін
арқау еткен. Шығарма ақынның бала күнінде көзімен көрген, бақылап білген, ішімен сезген оқиғаларын баяндайды. Лирикалық поэмада Мұқағалидың балаң жүрегін ақындық жолға бастаған шулық пен сұрқиялық, тәкаппарлық пен қорлық, ақиқат пен жалғандық, жігерсіздік пен намыстың даралық драмалық арпалысы сәтті көрініс тапқан. Құрылымдық жағынан поэма 3 тараудан тұрады, оқиға 3-ші жақтан баяндалады. Поэманың «Аққуда еді» деп аталатын алғашқы тарауында ақын сұлу да сезімтал, даланың дара гүлі жеңгесі Дариғаны сипаттайды. Соғыстан жары оралмаған Дариғаның зарығып, сағынып салған әнін күллі әлем тынып тыңдағандай болатынын жырлайды. Аққудай еді көлдегі, сұңқардай еді жердегі деген суреттеулер лирикалық кейіпкердің мінезін, тәкаппар сұлулығын, ішкі дүниесін дәл ашып көрсетеді. Поэманың «Жалған» деп аталатын 2-ші тарауында шөп шабыс басына сусын әкелген бала әйелдердің суық сөзін естіп жеңгесінен көңілі қалады. Сұлулықтың жалғандығын сезініп, өзегін өкініш кернейді. Поэманың «Намыс пен муза» деп аталған 3-ші тарауында ар тазалығын өмірінен жоғары қойған жеңгей құздан құлап мерт болады. Ботадай боздаған, лапылдап жанған, аққуға ән қосқан, жалған дүниеге сыймай, ақыры тыншыған Дариға жүрек музаға айналады. Жыр өзегіне айналған Дариға жүрек сөзі бір дәуірдің сағынышын, аңсарын, қасіретін арқалаған сөз болып әдебиетте қалды. Дариға жүрек поэмасындағы кейіпкер соғыс жылдарындағы ерінен айырылып, тағдыр тауқыметін тартқан аяулы жеңгенің бейнесі. Жер түбі кеткен жарларын жесірлер тұрсын қарсы алып деген жолдар бұл сөзіме дәлел бола алады. Шақырды жарым келмеді, белгісіз тірі өлгені дей отырып, Дариға жүрек шөлдеді деп ақын сағыныш пен мұңды тоғыстыра береді. Дариға жүрек неге шөлдеді? Соғысқа кеткен жарын күте-күте, екі көзі төрт болған жесірлер, жеңгелер қаншама. Міне, сондықтан да ақын бұл поэмасында шыдамдылық пен төзімділіктің, қайсар рухтың символындай болған жеңгелер бейнесін сомдаған. Дариға жүрек поэмасын оқи отырып, ақынның көңіл күйін танимыз. Тек қана Дариға жеңгесіне емес, жер бетіндегі барлық жеңгелерге арналған арнау жырындай сезінеміз. Поэмадағы Дариға жүрек атанған кейіпкер кешегі зұлмат жылдардағы асыл жеңгелердің символдық бейнесі. Болғанды менде бір жеңге, жылайтын еді бір демде, күлетін еді күллі әлем, Дариға жеңгем күлгенде деген жолдардан айналасына жұпар шашқан, игілік пен ізгіліктің иесі болған ақ жеңге Дариға жүрек елестейді. Сонымен қатар, ақын бұл поэмасында жүрегі сағынышқа толып, мейірімділік пен махаббатқа шөлдесе де, адалдық сақтаған жеңгелерді сүйсіне жырлайды. Мұның астарында терең ой жатыр. Сұңқардай едім жердегі, аққудай едім көлдегі деп мұңданса да, жарына адалдық сақтаған жеңгелердің сабырына таң қаласың. Таң қала отырып сүйінесің. Мұқағали ақынның бұл поэмасы сонау соғыс жылдарындағы тағдыр тауқыметін көтерген қара нардай қасқайып, бар қиындыққа төзген аяулы жеңгелерге арналған. Дариға жүрек соғыс жылдарындағы барлық жеңгелерге қойылған ескерткіш құлпытас.